Өрнектің мәнін табыңыз. Көп қабатты бөлшектер шығару үшін ең кіші бөлшектен бастап шығарамыз. Берілген бөлшектің ең кіші бөлшегі бөлшектің бөлімде орналасқан. Сонда бірінші амал бізде 1 қосылған 3-тен 1 тең болады 3-тен 4. Келесі амал 1-ге қосамыз берілген бөлшектің кері бөлшегі. Яғни 4-тен 3-ті тең болады 4-тен 7. Одан кейінгі амал 1-ге қосамыз осының кері бөлшегі 7-ден 4 тең болады 7-ден 11. Келесі амал 1-ге қосамыз осының кері бөлшегі 11-ден 7 тең болады 11-ден 18. И соңғы амалымыз 1-ден алу керек. 11-ден 18-дің кері бөлшегі 18-ден 11-ді тең болады. Ортақ бөлім 18. 18-ден 18 минус 11 тең болады 7-ге. Жауабы 7 бөлінген 18. Д. Теңістікті шешіңіз. Жоғары дәрежелі теңістік шығару үшін әрбір көбейткішті жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. X плюс 3 тең болады 0-ге. Бұдан x тең болады минус 3-ке. Бірінші түбіріміз x минус 6-ның квадраты тең болады 0-ге. Бұдан x тең болады 6. Бірақ квадратта болғасын ол түбір жұп рет кездеседі. Сан осінде берілген түбірлерді белгілейміз. Теңістік қатаң емес бояймыз. Бірінші түбір минус 3, екінші түбір 6. 6 деген түбіріміз 2 рет кездескесін оның жағына таяқша қоямыз. Яғни бұл түбірдің жанында теңістіктің табасын өзгертпейміз. Одан кейін коэффициенттер. Бірінші шақшада коэффициент 10 x-ның алдында, екінші шақшада 10, демек плюс таңбадан бастаймыз. Плюс, плюс, минус. Есептің шарты бойынша бізге 0-ден кіші аралық керек, яғни минус аралығы. Ол бізде жалғыз аралық. Сонда жауабымыз минус шекістіктен минус 3-ке дейін тік жақша. Және де 6-ны бояғасын ол да теңістіктің шешімі болады. Бірігуі 6. Жауабы Б. Бөлшекті қысқартыңыз. Мұндағы Б теріс сан, X оң сан. Минус 12x модуль бойынша Б бөлінген Б көбейтілген модуль бойынша 6x. Модульдің ережесін қайталайық. Модуль бойынша А деген санды. Модульді екі түрлі жолмен ашамыз. Плюспен ашамыз, егер модуль ішінде бізде теріс емес сан болса, және минуспен ашамыз, егер модуль ішінде сан теріс болса. Есептің шарты бойынша Б бізде теріс сан болғасын, мына модульді минус таңбасымен ашамыз. Сонда 12x көбейтілген минус b. Екіншісі, x бізде оң сан болғасын, бөлшектің бөлімдегі модульді плюс таңбасымен ашамыз. b көбейтілген 6x тең болады. Тең болады x пен x-ті b мен минус b-ні қысқартып алады, минус 1 шығады. 6 мен 12-ні қысқартамыз 2. Сонда жауабы 2 көбейтілген минус 1 минус 2. Алдындағы тағы да 1 минуспен плюс болып кетеді. Жауабы Д. Өрнектің мәнін табыңыз. Берілген өрнектің мәнін табу үшін түбірдің ішіндегі сандарды жіктейміз. 27 ол бізде 9 мен 3-тің көбейтіндісі. 48 16 мен 3-тің көбейтіндісі. 12 4 пен 3-тің көбейтіндісі. Тең болады. Бірінші түбірден 9-ды түбірден шығару болады 3, алдындағы коэффициентпен 5 пен 15 болып кетеді. 15 түбір артына 3 алынған. 16-тан түбірден 4 шығады, алдындағы коэффициентпен 16 шығады, түбір артына 3 қосылған. Соңғы түбірден 4-тен 2 шығады, 2 көбейтілген 2 4, түбір артына 3. Енді жай ғана түбірлердің алдындағы коэффициенттерден қосып аламыз. 15-тен 16 аламыз. Минус 1 қосқан 4 3. Жауабы 3, түбір артында 3. А жауабы.
Көйлектің бағасы ақпан айының барысында 30%-ға, ал наурыз айының барысында 10%-ға көтерілді. Осы екі айдың ішінде баға қанша пайызға көтерілді? Көйлектің бағасы белгісіз болғасын x деп аламыз. Алдымен ақпан айында ол 30%-ға көтерілді. Демек, көбейтем 1,3-ке. Яғни 130% болып кетті. Одан кейін наурыз айының барысында тағы да 10%-ға көтерілді. Көбейтем 1,1-ге. Яғни 110% болып кетті. 13-ті 11-ге көбейтсек 143, яғни 1,143x. Демек, көйлектің бағасы 2 айдың ішінде 43%-ға көтерілді. Жауабы А. Өрнекті ықшамдаңыз. Осы үлкен өрнекті ықшамдау үшін амалдап орындайық. Бірінші амал бізде жақшаның ішінде, екінші амал көбейту амалы, үшінші амал азайту. Бастайық. Бірінші амалдан бастаймыз. Бөлшектің алымында А плюс 21 бөлімі бізде формула. Ол бізге А минус 4-тің квадратын береді. Алынған. Екінші бөлшектің бөлімдегі минусты бөлшектің алдына шашсақ, плюске айналып кетеді. Бөліміндегі сандардың орнына ауыстырамыз. А квадрат минус 16 ол А минус 4 көбейтілген А плюс 4. Алымын өзгертпейміз. А қосылған 3. Берілген екі бөлшекті бір-біріне қосу үшін ортақ бөлімге келтіреміз. Ол үшін бірінші бөлшекті көбейтеміз А плюс 4-ке. Екінші бөлшекті көбейтеміз А минус 4-ке. Тең болады. Ортақ бөлімі А минус 4-тің квадраты көбейтілген А плюс 4. Алымында А плюс 4-ті көбейтеміз А плюс 21-ге. А квадрат 21 қосылған 4 қосылған 25А. 21 көбейтілген 4 84. 84. А минус 4-ті көбейтеміз А плюс 3-ке. Қосылған А-ның квадраты минус 4 плюс 3 минус 1А минус 12. Ықшамдаймыз. Тең болады. А квадрат қосылған А квадрат 2А квадрат. Жақшанысына шарсақ 2. Жақшан ішінде А квадрат плюс 12 А плюс 36 ол А плюс 6-ның квадратын береді. Бөлімі өзгеріссіз қалады. А минус 4-тің квадраты көбейтілген А плюс 4. Келесі екінші амал. Екінші амал бізде көбейту амалы. Ол үшін бөлек-бөлек жазайық. А минус 4-тің квадратын бөлінген А плюс 6-ның квадраты. Осы бөлшекті көбейтеміз бірінші амалдың нәтижесіне. 2 көбейтілген А плюс 6-ның квадраты бөлінген А минус 4-ның квадраты көбейтілген А плюс 4. Тең болады. Бұл жерде А плюс 6-ның квадраты мен А плюс 6-ның квадраты қысқарады. А минус 4-ның квадраты, А минус 4-ның квадраты. Бізде қалатыны 2 бөлінген А плюс 4. И соңғы үшінші амал. Үшінші амал. Бірінші бөлшекке, яғни 3А плюс 14 бөлінген А плюс 4. Бұдан алып тастаймыз екінші амалдың нәтижесіне. 2 бөлінген А плюс 4. Ортақ бөлім бізде бар А плюс 4. Өзгеріс қалдырамыз. Алымында 3А плюс 14-тен аламыз 2-ні. 3А плюс 12 қалады. Бұл жерде ортақ көбейткіш 3. Жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда А плюс 4 қалады жақшаның ішінде. Бөлінген А плюс 4. Қысқартамыз. Жауабы 3. Е жауабы. Және тағы да бір айтып кететін жағдай, осындай үлкен өрнектерді тез есептеу үшін мұндай әрекет жасауға болады. Айнымалының орнына, яғни А-ның орнына анықталу облысына тиісті қандай да бір санды қоюға болады. Мысалы, мына өрнекте А-ның орнына 0 деген санды қоюға болады. Көрейік. Егер А-ның орнына 0 деген санды қойсақ,
Онда бірінші бөлшек бізде 14 бөлінген 4 тең болады, яғни 7 бөлінген 2 алынған. Бірінші шаншындегі өрнек 4 бөлінген 6 қысқартамыз, 2 бөлінген 3, оның квадраты, 2 бөлінген 3, 4 бөлінген 9 көбейтілген. Жақ шаншында 21 мен 16 қысқармай 21 бөлінген 16 минус 3 бөлінген 16. Осы өрнекті есептесеңіз, жауабы 3 шығады. Жауаптардың аның орнына 0-ды қоямыз. 3 деген жауап тек қана Е жауабына шығады. Осылай қысқа жолмен шығаруға болады. Егер синус x 13-тен 5-ке тең болса, және x-іміз екінші шекке тиісті болса, онда котангенс x өрнегінің мәнін табыңыз. Берілген есепті шығару үшін тік бұрыштың үш бұрышты пайдаланайық. Бір сүйір бұрышын x деп белгілейік. Синус бізде қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасында катетіміз 5-ке, гипотенуза 13-ке тең болады. Пифагор теоремасы бойынша іргелес жатқан катет 12-ке тең болады. Табу керек бізге котангенсті. Ал котангенс іргелес жатқан катеттің, яғни 12-нің қарсы жатқан катетке қатынасы тең. Бөлінген 5. Есептің шарты бойынша біздің x деген бұрышымыз екінші шекке тиісті. Ал екінші шекте котангенстің басы минус. Демек жауабы минус 12 бөлінген 5а. Теңдеуді шешіңіз. Берілген теңдеуді шығару үшін оны ортақ бөлімге келтірейік. Бірінші бөлшекті көбейтеміз 2x минус 3-ке. Екінші бөлшекті x плюс 1-ге. Ал 1-ді көбейтеміз осы екеуінің көбейтісіне. x плюс 1 көбейтілген 2x минус 3. Бөлімін алып тастап, нәтижесінде бізде шығады 2x көбейтілген 6. 12x минус 18 минус x минус 1 тең болады 2x квадрат минус x минус 3. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. 2x квадрат минус 12x плюс 16 тең болады 0. Шындайық барлығын 2-ге бөліп тастайық. Бөлеміз 2-ге. X-тің квадраты минус 6x плюс 8 тең болады 0-ге. Бет теоремасы бойынша көбейтіндісі 8-ге, қосындысы 6-ға тең болатын сандар 2 мен 4. Екіншісі 1, біріншісі 1. Анықталу облысы бойынша бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Демек, x-іміз тең болмау керек минус 1-ге, және x тең болмау керек 3 бөлінген 2, 1 жарымға. Онда түбірлер бізде жоқ. Жауап демек 2 мен 4 қалады. Жауабы С. Теңдеуді шешіңіз. Косинус 2x қосылған 5 синус x тең болады 3-ке. Тригонометриялық теңдеулер шығарған кезде бастапқы екі шартты қарастыру керек. Біріншісі, функциялар мүмкіншілік бойынша бірдей болу керек, яғни бүкілі синус, бүкілі косинус немесе бүкілі тангенс. Екіншіден, аргументтер мүмкіншілік болса бірдей болу керек. Бізде бірінші косинустың бұрышы 2x тең, синустың бұрышы x әртүрлі болғасын, демек косинус 2x-ті қос бұрыштың формуласымен жіктеу керек. Алайда косинустың 3 формуласы бар. Косинус квадрат x минус синус квадрат x. 2 косинус квадрат x минус 1. Және 1 алынған 2 синус квадрат x. Бұл есепті шығару үшін біздер ең соңғы формуласын қолданамыз. 1 алынған 2 синус квадрат x. Себебі, егер косинусты синус арқылы өрнектесек, бізде теңдеуде тек қана синустар қалады. Сонда 1 алынған 2 синус квадрат x қосылған 5 синус x тең болады 3. Енді синус пен синус екеуі бірдей болғасын, жаңа айнымалыны кезейік. Синус x-ті t деп алсақ, бізде 2t квадрат минус 5t бер жаққа лақтырамыз, плюс 2 тең болады 0 деген квадрат деу шығады. Оны шығарып көрейік. Так, t1, t2, көбейтіндісі 1-ге, қосындысы 2 жарымға тең болатын, ол 2-ден 1 мен 2. Енді
Т деген сол бізде синус, ал біздер білеміз, синус минус 1 мен 1-дің аралығына тиісті болғасын 2 деген жауап бола алмайды. Демек, Т-ның орнына тек қана 2-ден 1-ді қоямыз. Синус x тең болады 2-ден 1-ге. Бұдан x тең болады минус 1-дің n дәрежесі. 2-ден 1 синус үшін ол π бөлінген 6, 30 градус. Қосылған синустың периоды πn. n тиісті z. Жауабымыз А. Кітап беттерін бірден бастап нөмірлеу үшін 2016 цифр қолданылды. Кітап неше беттік екенін анықтаңыз. Ол үшін былай істейік. Кітаптың алғашқы 9 беті бірден бастап 9-ға дейін нөмірлеу үшін бізге барлығы 9 бет. 9 бет. Әр бетке бір цифрдан кетеді, сонда 9 цифр қолданамыз. Келесі, 10-шы беттен бастап 99-шы бетке нөмірлеу үшін бізде барлығы 90 бет бар. 10-нан бастап 99-ға дейін. Әрбір бет 2 таңбалы болғасын 2 цифрдан кетеді. 90-ды көбейтеміз 2-ке, сонда 180 цифр қолданады екенбіз. Демек, қалғандардың барлығы 3 таңбалы. Мына бізде барлығы, мына есептерге қанша 189 цифр кетті. Басында бізде 2016 цифр бар болды. 189 цифрын біздер қолданып қойдық. 7, 2, 8, 1 қалады. 1827 цифр қалды. Осы цифрлардың барлығы 3 таңбалы беттерді нөмірлеу үшін қажет. Демек, осыны білеміз 3-ке. Так, 6-тан береміз 18, 27, 0, 27 бөлінген 9, 609. Так, сонда бізде 609 бет 3 таңбалы. Сонда кітапта неше бет екен анықтау үшін осылардың барлығын қосамыз. Так, 9 қосылған 9, 18, 1, 9, 0, 6, 7. Демек, кітапта 708 бет бар. Жауабы Е. Егер А, Б түзуі мен Д, Е түзуі өзара параллель болатын болса, онда Б, С, Д альфамен белгіленген бұрыштың градустық өлшемін табыңыз. Мына есепті шығару үшін А, Б-ға және Е, Д-ға параллель болатындай етіп, тағы да бір түзу жүргізейік. Сонда Б бұрышымыз және С-ның мына бөлігі айқас болғасын бір-біріне тең. Демек, мына С бұрышының бір бөлігі 48 градусқа тең. Дәл солай Д бұрышы мен С бұрышының қалған бөлігі олар да айқас болғасын бір-біріне тең болады. Демек, 46 градус. Жалпы BCD бұрышымыз осы екі бұрыштың қосындысына тең. 48-ге 46-ны қосамыз. 94 градус шығады. Жауабы Д. Үшбұрыштың екі қабырғасы 7 см және 12 см болса, онда осы үшбұрыштың периметрінің мүмкін болатын ең үлкен бүтін мәнін табыңыз. Үшбұрышты сызайық. Екі қабырғасы берілген, біреуі 7 см, екіншісі 12 см болса, үшінші қабырғасын әзірше x деп алайық. Бізге мүмкін болатын ең үлкен бүтін периметрін табу керек. Периметрі ең үлкен болу үшін мына қабырғаның мәні ең үлкен болу керек. Үшбұрыш теңістігі бойынша біздер білеміз. Үшінші қабырғасы міндетті түрде қалған екі қабырғаның қосындысынан кіші болу керек. 7 мен 12-ні қосамыз 19, және де айырмасынан үлкен болу керек. 12 мен 7-ның айырмасы 5. Демек, x-тің орнына біздер 5 пен 19-ның арасында кез келген санды қоя аламыз. Бізге x-тің ең үлкен бүтін мәні керек. Демек, x-тің орнына 18 қоямыз. Өткен теңістік қатаң болғасын 19-ды ала алмаймыз. Демек, осы үшбұрыштың ең үлкен бүтін периметрі 7, қосылған 12, қосылған үшінші қабырғасы 18, 37 сантиметр. Жауабы Е. Теңсіздікті шешіңіз. Алдымен стандарт түрге келтіріп алайық. Косинус жақшаның ішінде x минус π бөлінген 6 үлкен болады.
Минус 1-ді оң жаққа жібереміз. Плюс 1, 2-ге бөлеміз, 2-ден 1. Енді бірлік шеңбер сызамыз. Сыздық. Косинустың мәні бізде 2-ден 1-ден үлкен болу керек. Косинустың оң мәндері y осының оң жағына орналасқан. Мына жерде. Теңістік қатаң болғасын бұрыштарды боямаймыз. Еске түсірейік, 2-ден 1 косинус үшін бізде 60 градус болғасын пи бөлінген 3 пен астыңғы жағда минус пи бөлінген 3 градус. Одан кейін таңба бізде үлкен болып тұр. 2-ден 1-ден үлкен сындар бірлік шеңбердің оң жағында орналасқан. Жауапты әрдайым сағат тілінен қарсы жазамыз. Сонда жауабы минус пи бөлінген 3-тен пи бөлінген 3-ке дейін болады. Жазып алайық. Минус пи бөлінген 3 қосылған косинустың периоды 2πk-дан пи бөлінген 3 қосылған 2πk-ға дейін. Бірақ та x-тің орнына бізде x минус пи бөлінген 6 тұрғасын сол бұрышты ортаға қоямыз. X минус пи бөлінген 6. Ал x-тің өзін табу үшін осы бұрышты теңістіктің екі жағына жібереміз плюс таңбасымен. Так, ортақ бөлімі 2 болады. Минус пи бөлінген 3-ке пи бөлінген 6-на қосамыз. Минус пи бөлінген 6 плюс 2πk. Ортада тек қана x-ның өзі қалады. Пи бөлінген 3-ке пи бөлінген 6-на қосамыз. Пи бөлінген 2 қосылған 2πk. Мұндағы келген бүтін сан. Жауабымызды іздейміз. Онда жауап бізде Е жауабы. 60 кг мыс пен мырыш қорытпасының 50% мыс. Қорытпаның 70% мыс болу үшін қорытпаға қанша мыс қосу керектігін табыңыз. Шаблон жазып алайық. Мынау бізде бірінші қорытпа, оған қосылған мыс, нәтижесінде жаңа қорытпа шығады. Шарт бойынша бізде 60 кг мыс берілген. Оның концентрациясы 50% мыс. Нәтижесінде бізде шығу керек концентрациясы 70% болатын қорытпа. Так, бізде сұрап тұр қанша мыс қосу керек. X деп алайық. Нәтижесінде бізде 60 плюс X масса шығады. Қосылып жатқан затымыз мыс болғасын, оның құрамында 100% жазамыз мыс. Онда теңдеуді қарастырайық. 60 килограммның ішінде 50% мыс. Пайызды бөлшекке айналдыру үшін 100-ге бөлдік. Қосылған x-тің құрамында 100% мыс. Нәтижесінде масса 60 плюс x шығады. Оның құрамында 70% мыс. Так, ықшамдайық. 100-дерді қысқартуға болады. 0-дерді қысқартайық, 10-ға бөлсек. 60 көбейтілген 5 300 қосылған 10x тең болады 60 көбейтілген 7 420 қосылған 7x 3x-іміз тең болады 420-дан 300 аламыз 120-ға x тең болады 40 килограммға. Демек 60 килограмм қорытпаға таза 40 килограмм мыс қосу керек. Жауабы А. Есептеңіз. Алдымен 90 градустан құтылайық. Ол үшін бізде келтіру формуласы бар. Пи бөлінген альфа, пи бөлінген 2 минус альфа, ол бізде бірінші шек болғасын. Таңбасы плюс қалады. Өйткені бүкіл функциялар бірінші шекте оң мәндер қабылдайды. Тригонометриялық. Бірақ та 90 градус болғасын, косинус синус функцияға айналып кетеді. Синус 2 арк косинус 5-тен 3. Тең болады. Кейінгі амалымыз мына 2 деген коэффициенттен құтылу. Ол үшін бізде синус 2 альфа деген формула бар. Синус қосбұрыштың формуласы 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа. Бұл жердегі альфаның орнында бізде арк косинус тұр. Сонда бізде былай шығады. 2 синус альфаның орнына жазамыз арк косинус 5-тен 3 көбейтілген косинус
арк косинус 5-тен 3. Өздеріңіз білетіндей, косинус пен арк косинус өзара кері функциялар болғасын, олар жауып кетеді. Да бізде тек қана 5-тен 3-тің өзі қалады. Алдындағы 2 коэффициентімен 5-тен 6 болып кетеді. Көбейтілген. Енді дәл солай бізде синус пен арк косинусты қысқарта алмаймыз. Демек, мына арк косинус деген функцияны арк синусқа айналдырып көрейік. Так, синус қалады. Арк косинустың орнына арк синус деп жазамын. Оны қалай айналдырушы едік? Тік бұрышты үш бұрыш жазамыз. Бір бұрышын альфа делайық. Бізде берілгені косинус 5-тен 3-ке тең дейді. Ол іргеге шыққан катет пен гипотенуза. Пифагор бойынша қарсы шыққан катет 4-ке тең. Ал бізге арк синус керек. Синус болса, қарсы шыққан катеттің гипотенуза қатынасы. Демек ол 5-тен 4-ке тең. Дәл сол сияқты синус пен арк синусты қысқартамыз. Бізде қалады 5-тен 6 көбейтілген 5-тен 4 тең болады. 25-тен 6 деген 4, 24. Жауаптарын қараймыз. Жауаптардың барлығы ондық бөлшек түрінде болса, 24-25-ке бөлеміз. Немесе алымында бөлімде 4-ке бөлсек, 100-ден 96, 0 бүтін 100-ден 96 шығады. Жауабы Д. Теңсіздікті шешіңіз. Түбір астында 4 минус x үлкен немесе тең x минус 4-тен. Иррационал теңсіздіктер шығара бөлу үшін алдымен оларды рационал түрге келтіріп алу керек. Рационал түрге келтірудің жалғыз жолы, яғни түбірден құтылудың жалғыз жолы екі жақты квадраттау. Бірақ шарт бойынша теңсіздіктің екі жағында біздер квадраттай аламыз, егер екі жағы теріс емес болса. Демек, алдымен мен теңсіздіктің 10 жағын теріс емес деп алам, яғни 0-ден үлкен еместен. Одан кейін екі жағын квадраттаймын. 4 минус x үлкен еместен болады x квадрат минус 8x плюс 16-дан. Мынау біздің бірінші жүйеміз, бірінші шешім. Сонымен қоса x минус 4, яғни теңсіздіктің 10 жағы теріс те болып қалуы мүмкін. Егер теңсіздіктің 10 жағы теріс болса, біздер ол теңсіздіктің екі жағын квадраттай алмаймыз. Тек қана анықталуын тексереміз. 4 минус x үлкен неместен 0-ден болады. Осы екі жүйенің бірігуі біздің шешіміміз болады. Ал шығарып көрейік. Так, бірінші теңсіздік оңай, бізде x үлкен 4-тен шығады. Екінші теңсіздіктен бастайық. X-тің квадраты минус 7x плюс 12 кіші немесе тең 0-ден. Так, қайтадан ветті қолданайық. Көбейтіндісі 12-ке, қосындысы 7-ге тең болатын сандар 3 пен 4. Так, саны өсін саяқ. 2 саны өсін, себебі бізде жүйеде 2 теңсіздік бар. Бірінші теңсіздіктің бізде мынау, оның шешімі x үлкен неместен 4-тен. 4-ті белгілейміз. Теңсіздік қатаң емес. 4-тен үлкен неместен ол 10 жағы. Екінші теңсіздікте бізде шықты түбірлер 3 пен 4. Оларды қатаң емес теңсіздік болсын боямыз. 3 пен 4. X квадратының алдағы коэффициент бізде 10 болғасын, яғни плюс болғасын. Плюстан бастаймыз. Плюс, минус, плюс. Есептің шарты бойынша бізге 0-ден кіші сандар керек, олар минустан басымен. Так, көрейік, қай жерде қиылысады. Берілген теңсіздіктердің қиылысу аралықтары жоқ, бірақ олар 4 деген санда екеуі қиылысады. Демек, берілген жүйенің жауабы тек қана 4 саны. Екінші жүйені шығарайық. Бұл жерде бізде шығады x кіші 4-тен және x, так, оны қаратамыз, кіші немесе тең 4-тен. Дәл солай екі аралықсамыз, себебі екі теңсіздік бар. Бірінші теңсіздік қатан боямаймыз, 4, x 4-тен кіші. Екінші теңсіздік қатан бояймыз, x кіші неместен 4-тен. Берілген екі теңсіздіктің қиылысуы минус 8-тен 4-ке дейін. 4 аралыққа кірмейді. Енді соңғы амал, бірінші жүйенің шешімі мен екінші жүйенің шешімін біріктіреміз. Бізде жауап шығады. Минус 8-тен 4-ке дейін 4 аралыққа кіреді. Жауабы минус 8-тен 4-ке дейін Б. Әкесі баласынан 30 жасқа үлкен. 5 жылдан кейін әкесі баласынан 3 есе үлкен болса,
баласы қазір неше жаста? Әкесі мен баласы бар бізде. Әкесі баласынан 30 жасқа үлкен болса, баласы x жаста болса, әкесі одан 30 жас үлкен. X плюс 30-да. 5 жылдан кейін десе, демек 5 жылдан кейін әкесі де 5 жасқа есет, баласы да 5 жасқа үлкен. 5 жылдан кейін әкесі баласынан 3 есе үлкен болады. Екеуінің жасы бір-біріне тең болу үшін баласының жасын демек 3-ке көбейту керек. Осы сызықтық теңдікті шығарып көрейік. X қосылған 35 тең болады 3x қосылған 15. 2x тең болады 20-ға. X тең болады 10-ға. Бізде сұрап тұр, қазір баласы неше жаста? Баласының жасын біздер x деп алдық, демек жауабы 10 болады. Цехтағы 12 жұмысшы 4 күнде тапсырманың 5-тен 3 бөлігін орындады. Қалған тапсырманы 2 күнде орындау үшін цехқа тағы неше жұмысшы қабылдау керек? Былай істейік. 12 жұмысшы 4 күнде қандай да бір жұмысты А деп алайық. Жұмыстың 5-тен 3 бөлігін орындайды екен. Қалған тапсырманы олар 2 күнде орындау керек. Ол үшін белгісіз адам керек. Ал қалған жұмыс бізде 5-тен 3 бөлігін орындаса, демек 5-тен 2 бөлігі әлі қалып қойған жұмыстың. Берілген жүйені шығайық. Ең оңай тәсілі бір-біріне бөлейік. Бірінші теңдеуді екінші теңдеуге бөлсек, 12 көбейтілген 4-ті бөлеміз x көбейтілген 2-ге тең болады. Мына жерде бөлген кезде сразу қысқартайық. 5 пен 5 а мен а қысқарады. 3 бөлінген 2 қалады. Мына жерде қысқартайық. 2 мен 2-ні 3 пен 12-ні қысқартуға 4 болады. Сонда x тең болады 4 пен 4 16-ға. Демек қалған тапсырманы 2 күнде орындау үшін 16 адам қажет. 16 адам қажет. Бірақ та бізде 12 жұмысшы уже бар. 12 жұмысшы бар болса, цехқа тағы да 4 жұмысшы қабылдау керек. Жауабы А. Теңістіктер жүйесін шешіңіз. Мына жүйені шығару үшін бірлік шеңберді қолданамыз. Бірлік шеңбер сызайық. Бірінші теңістіктен бастайық. Бірінші теңістік бізде косинус. Косинустың оң мәндері оң жақта орналасқан, теріс мәндері сол жақта. 0 дәл ортасында орналасқан. Теңістік қатаң емес болғасын бояйық екі жағында. Бұрыштарды белгілейік. Пи бөлінген 2 мен минус пи бөлінген 2. 90 мен минус 90. Есебдің шарты бойынша косинус 0-ден кіші. 0-ден кіші бізде сол жақ. Яғни косинус екінші және үшінші шекте теріс мәндерді қабылдайды. Екінші теңістікке көшейік. Екінші шекте бізде синус. Синустың оң мәндері жоғары жақта, теріс мәндері төмен жақта орналасқан. Бізде синус теріс болғасын, бірлік шеңбердің төменгі жағына белгілейміз. Теңістік қатаң болғасын боямаймыз. Тұпыратына 3 бөлінген 2 синус үшін бізде пи бөлінген 3, минус болса минус пи бөлінген 3, және минус 2 пи бөлінген 3. Немесе үлкен болса пиден алып тастаймыз. Пи алынған себебі таңба бізде үлкен болып тұр. Аламыз минус пи бөлінген 3-ті, сонда 4 пи бөлінген 3 деп жазайық. 4 пи бөлінген 3. Бізде таңба үлкен болып тұр. Үлкен болса бірлік шеңбердің жоғарғы жағын бояймыз. Сонда бізде қиылысатын жері мына жер. Сағат тіліне қарсы 90 градустан 4 пи бөлінген 3-ке дейін жазылайық. Пи бөлінген 2 қосқан 2 пикадан мына бұрышқа дейін 4 пи бөлінген 3 плюс 2 пикаға дейін. 90 градус аралыққа кіреді. 4 пи бөлінген 3 кірмейді. Өткен жақша тік. К тиісті келген бүтін сан. Жауапты іздейік. Онда жауап бізде А-да орналасқан. Егер x квадрат қосылған 6x минус 4 0-ге тең болса, яғни осы теңдеудің түбірлері x1 және x2 болса, онда
x1-дің квадраты қосылған x2 квадрат өрнегінің мәнін табыңыз. Мына теңдеуді шығару үшін түбірлерін таппай қояйық, v термосын қолданайық. V термосы бойынша біздер білеміз. Берілген квадрат теңдеудің түбірлерінің қосындысы бос мүшеге тең, яғни бос мүше бізде b-ның терісінен басы минус 6-ға. Ал көбейтіндісі бос мүше бізде минус 4. Бізге табу керек x1 квадрат қосылған x2 квадрат өрнегінің мәнін. Так, осының формуланы қолданайық. Бізге a квадрат қосылған b квадрат деген формула қажет болады. Ол формула бойынша a плюс b-ның квадраты минус 2ab өрнегі шығады. Енді a мен b-ның орнына x1 мен x2-ні қойып көрейік. Сонда бізде x1 қосылған x2-ның квадраты алынған 2x1 көбейтілген x2 өрнегі шығады. Түбірлердің қосындысы бізде бар. Минус 6-ға тең қояйық. Минус 6-ның квадраты минус 2 көбейтілген. Түбірлердің көбейтіндісі минус 4-ке тең. Онда орнына қояйық. Минус 4 тең болады. Минус 6-ның квадраты 36. Минус 2 минус 4 плюс 8 тең болады 44-ке. Жауабымыз D. Теңдеуді шешіңіз. Модуль бойынша 2x плюс 5 тең болады модуль бойынша x плюс 2-ке. Так, шығарып көрейік. Сан өсінде әрбір модульдің нөлдерін белгілейміз. Бірінші модульден 2x плюс 5 нөлге теңестірсек минус 2 жарым шығады. Белгілеп қояйық, минус 2-нан 5. Екінші модульден 0 шығады. Осы екі сан ойсын 3 бөлікке бөледі. Бірінші аралықты қарастырайық, минус 2 жағынан кіші. Келген санды алайық, мысалы минус 3 алсақ. Бірінші модульге минус 3 қоямыз. Минус 6 плюс 5 теріс сан шығады. Екінші модульдің ішіндегі x орнына минус 3 қойсақ, ол да бізге теріс санды береді. Минус 2 жағы мен 0-дің арасынан минус 1 алайық. Бірінші модульге қоямыз. Минус 2 плюс 5 оң сан шығады. Екінші модульдің таңбасы минус болады. Және де 0-ден үлкен қандай да бір санды алайық. Мысалы 1-ді. Бірінші модульдегі x орнына 1-ді қоямыз. 7 шығады, ол оң сан. Екінші модульдегі x орнына 1-ді қоямыз. Ол да бізге оң санды береді. Демек, берілген теңдеуді шығару үшін біз 3 жағдай қарастырамыз. Белгілеп қояйық. Мына бізде бірінші жағдай, екінші жағдай, үшінші жағдай. Так, бірінші теңдеуді шығарайық. Бірінші теңдеуді шығару үшін модульдің екеуінде минус таңбасымен ашамыз. Минус 2x минус 5 тең болады минус x плюс 2. Так, минус x тең болады 7-ге. X тең болады минус 7-ге. Минус 7 берілген теңдеудің шешімі бола алады. Минус 7 теңдеудің шешімі болады. Себебі ол бірінші аралыққа тиісті. Минус 2 жағынан кіші. Так, енді екінші жағдайды қарастырайық. Екінші теңдеуді шығару үшін бірінші модульді плюспен ашамыз, екінші модульді минуспен ашамыз. 2x плюс 5 тең болады минус x плюс 2. 3x тең болады минус 3-ке. X тең болады минус 1. Көрейік. Минус 1 теңдеудің шешімі бола ма? Бола алады, себебі ол екінші аралыққа тиісті, яғни минус 2 жағы мен 0-дің арасында орналасқан. Соңғы теңдеуіміз үшінші жағдай. Үшінші теңдеуді алу үшін екі модульде плюс таңбасымен ашамыз. 2x плюс 5 тең болады x плюс 2-ге. Бұдан x тең болады минус 3-ке. Минус 3 теңдеудің шешімі бола алмайды, себебі ол мына аралыққа тиісті емес. Біздің түбіріміз міндетті 0-ден үлкен болу керек. Демек, берілген теңдеудің екі-ақ дұрыс шешім бар. Ол минус 7 А жауабында орналасқан және минус 1 Д жауабы. А параметрінің қандай мәндерінде берілген теңдеудің шешімі болмайды. Берілген теңдеу бізде квадрат теңдеу болғасын, оның қай уақытта шешім болмайды? Дұрыстыр, дискриминант 0-ден кіші болған жағдайда. Мына теңдеудің дискриминант тауып көрейік. Б-ның орнында бізде минус 4 тұр. Минус 4-дің квадраты 16, минус 4 А, С. С-ның орнында бізде А тұр.
16 минус 4а квадрат кіші болу керек 0-ден. Шарт. Теңдеудің шешімі болу үшін дискриминант 0-ден кіші болу керек. Так, сонда а бізде тең болады 16-ның төртке бөлінген 4, 4-тен плюс минус 2 шығады. Сан өзінде белгілейік. Так, қатаң теңдестік минус 2 мен 2-ні. Одан кейін а квадраттың алдында бізде сан теріс болғасын минустан бастаймыз. Минус плюс минус. И бізде 0-ден кіші сандар керек болғасын ол минус таңбасы бар сандар. Екі аралық бізде. Минус шексізден минус 2-ге дейін және минус шексіздіктен минус 2-ге дейінгі аралық. Және 2-ден плюс шексіздік. Осы екі аралық. Так, жауаптарға көрейік. Онда екі аралық бізде бар ма? Минус шексізден минус 2-ге дейін е аралығы. Және 2-ден плюс шексізден аш аралығы. Қалған аралықтар бар ма бізде? Минус 80 0-ге дейін аралықтар кірмейді. Минус 2-ден 0-ге кірмейді. Минус 2 мен 2 арасы болмайды. 0 мен 2 арасы болмайды. 0-ден плюс 2-ден болмайды. Да, жауабы е мен аш. 4 синус 2х плюс пи бөлінген 4 тең болады түбіратына 2. Теңдеуінің 0 мен пи аралығына тиісті түбірлерін табыңыз. Алдымен осы тригонометрик теңдеудің стандарт түрге келтірейік. Так, синус 2х плюс пи бөлінген 4 тең болады. Так, түбіратында 12. Түбіратында 12 дегеніміз түбіратында 4 көбейтілген 3. 4-тен түбірден 2 шығады, 2 түбіратында 3. Осыны енді 4 деген коэффициентке бөлсек, 2 мен 4 шығады, түбіратында 3 бөлінген 2 шығады. Так, шығарып қойық. Так, бұдан 2х плюс пи бөлінген 4 тең болады. Түбіратында 3 бөлінген 2. Минус 1-дің к дәрежесі. Пи бөлінген. Түбіратында 3 бөлінген 2 синус үшін ол бізде пи бөлінген 3 60 градус қосқан пи к-ға. Так, 2х тең болады бұдан. Минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 3. Пи бөлінген 4-ті 10 жаққа жібереміз. Минус пи бөлінген 4 плюс пи к. И түбіріміз табу үшін х-ті барлығын 2-ге бөлеміз. Минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 6 минус пи бөлінген 8 қосылған периодында 2-ге бөлеміз. Пи к бөлінген 2. К тиісті келген бүтін сан. Мынау біздің жауабымыз. Алайда бізге жалпы түбірін емес 0 мен пи мына аралыққа тиісті болатын түбірлерін анықтау керек. Ол үшін к деген санның орнына қандай да бір бүтін сандарды қойып көрейік. 0-ден бастайық. 0-ден бастап жатырмыз, себебі бізде аралық 0-ден басталып тұр. Мысалы, так, к-ның орнына к тең болады 0-ді қойып көрейік. Сонда x бізде тең болады. К-ның орнына 0-ді қойық. Минус 1-дің 0 дәрежесі 1, пи бөлінген 6 қалады. Минус пи бөлінген 8. Екеуінің айырмасы ортақ бөлімі бізде 24 болады. Так, 4 тең береміз, 3 тең береміз. Пи бөлінген 24. Пи бөлінген 24 бірінші және екіншіге тиісті бола ма? Тиісті болады. Демек, мынау біздің бірінші жауабымыз. Себебі ол мына аралыққа тиісті. Келесі түбірін тауып көрейік. Ол үшін к-ның орнына 1-ді қойып көрейік. Х тең болады. Минус 1-ның 1 дәрежесі минус. Сонда бізде минус пи бөлінген 6 шығады. Минус пи бөлінген 8. Плюс пи бөлінген 2. Мына к-ның орнына 1-ді қойдық. Тең болады. Ортақ бөлімі бізде 24 болады. 24. 4 тең береміз. 3 тең береміз. 12-ден береміз. 12-ден 60 жетіні 5 пи. 5 пи бөлінген 24. Ол да жауап болады, себебі ол да 0 мен пи аралығына тиісті. Так, көрейік, басқа үшінші соңғы жауап болады ма, болмай ма? К-ның орнына 2-ні қойып көрейік. Х тең болады. Минус 1-дің жұп дәрежесі плюс болады. Пи бөлінген 6 минус пи бөлінген 8. И соңғы қосылған пи. Так, ол жауап болмай, себебі уже 180 градустан артық болып тұр. Демек, бізде екі-ақ жауап бар.
Ол пи бөлінген 24. Б жауабында орналасқан. Және 5пи бөлінген 24. Е жауабы. Алтын мен күмістің мөлшері 2:1 қатынасында және 3:1 қатынасында болатын екі балқыма бар. Алтын мен күміс 5:2 қатынасында енетіндей 42 кг жаңа балқыма алу үшін әр балқымадан қаншадан алу керек? Химиялық концентрацияға байланысты есептер шығару үшін, қоспаларға есептер шығару үшін шаблон қолданайық. Осындай бір шаблон бізде бар. Оның не дейді? Бірінші балқымада бізде алтын мен күмістің мөлшері 2:1 қатынасында. Так, 2А және 1А деп алайық. Мынау бізде алтын, мынау бізде күміс. Екінші балқымада олардың қатынасы 3:1. Яғни 3Б алтын және 1Б күміс. Нәтижесінде олардың қатынасы 5:2 болу керек. 5С алтын бар және 2С күміс бар. Тағы да не белгілі? Нәтижесінде бізде 42 килограмм шығады екен. Сонда біздер нені білеміз? Соңғы балқымадағы алтын мен күмістің қосындысы 42 килограммға тең екен. Жазалайық оны. 5С алтын қосылған 2С күміс тең болады 42 килограммға. 7С тең болады 42-ге, С тең болады 6-ға. С-ның орнына 6-ны қойсақ, демек бізде соңғы балқымада 30 килограмм алтын бар және 12 килограмм күміс бар екен. Енді көрейік. Қоспаларда алтын мен алтын қосылған кезде алтын шығады. Бірінші қоспадағы алтын бізде 2А, екінші қоспадағы алтын 3Б, екеуін қосылсын нәтижесінде 30 килограмм болу керек. Енді күмістерді қосамыз, бірінші балқымада бізде күмістің мөлшері А, екінші балқымада Б, екеуін қосылса 12 килограмм күміс шығу керек. Ал шығарып көрейік мына жүйені. Так, оны шығару үшін екінші теңдеуді 2-ге көбейтіп көрейік. 2А қосылған 2Б тең болады 12 көбейтілген 2 24. Бірінші теңдеуден соңғы теңдеуді алып тастайық. 2А минус 2А өзара жауап кетеді. 3Б-дан 2Б-дан аламыз. Б тең болады 30 алынған 24, 6 килограмм екен. Б 6 килограммға тең. Ал біздің екінші балқымамыз 3Б алтынмен Б күмістен құралады, яғни 4Б. Б-ның орнына 6 қоямыз. Тең болады 4 көбейтілген 6, 24 килограмм. 42-ден 24-ті алып тастаймыз. Так, 18. Сонда бізде бірінші балқыманың массасы 18 килограмм болу керек. Екінші балқыманың массасы 24 килограмм. Ол бізде Д мен Е жауаптары. Бірінші сан 24-ке тең. Екінші сан біріншісінің 60%-ын құрайды, ал үшінші сан екіншісінен 4-ке кем. Екінші және үшінші сандарды табыңыз. Так, белгілеп қояйық. Мынау бізде бірінші сан болсын, мына жерде екінші сан, и соңында үшінші сан. Так, қайсыдан басайық? Бірінші сан бізде белгілі 24 деп жазып қояйық. Екінші сан бірінші санның 60%-ын құрайды. Яғни екінші сан табу үшін 24-ті көбейтеміз 0,6-ға 60%. Нәтижесінде бізде так 6, 24, 144, 14,4 шығады. Мынау бізде бірінші сан, мынау екінші сан. Ал үшінші сан екіншісінен, яғни мынадан 14,4-тен 4-ке кем. 4-ті алып тастаймыз, 10,4 шығады. Екінші және үшінші сан табыңыз. Екінші сан бізде 14,4, үшіншісі 10,4. Жауабы С мен Ф. Өзара жай сандар жұптарын табыңыз. Қайталап өтейік, өзара жай сандар дегеніміз ортақ бөлгіштері болмайтын сандар бірден өзге. Яғни қараңыздар, А жауабы болмайды, себебі 4 пен 18 екеуі де 2 деген санға бөлінеді. Демек ол жауап бола алмайды. Б жауабы 6 мен 21
екеуі де 3-ке бөлінеді. 6-ны 3-ке бөлуге болады, 21-ді 3-ке бөлуге болады. Ол да жауап болмайды. С жауабы 8 бен 22. Екеуі де 2-ке бөлінеді. Жауап болмайды. Д жауабы 20 мен 9. 9 бізде 3 пен 3-тің көбейтіндісі, ал 20 2 көбейтілген 2 көбейтілген 5 деген сандардың көбейтіндісі. Қарасақ, екеуіне ортақ жай көбейткіштер, бөлгіштер болмағасын, олар өзара жай сандар болады. Е жауабында 10 мен 25 екеуінде 5-ке бөлуге болады. Жауап болмайды. F жауабында 12 мен 33 екеуі де 3-ке бөлінеді. Олар да өзара жай сандар емес. Ж жауабында 6 және 35. 6 ол бізде 2 мен 3-тің көбейтіндісі, ал 35 5 пен 7-нің көбейтіндісі. Екеуінде ортақ бөлгіш болмағасын, олар өзара жай сандар. Соңғы H жауабымыз 4 пен 15. 4 2 мен 2-нің көбейтіндісі, 15 3 пен 5-тің көбейтіндісі. Ортақ көбейткіштері жоқ. Демек 26 есептің бізде 3 түр жауабы бар. D, G және H. Есептеңіз. Арк тангенс минус 1 қосылған 2 арк синус 2-ден түбірасына 2 қосылған 3 арк синус минус 2-ден 1. Алдымен минустардан құтылайық. Арк тангенсте минусты жақшаның сыртынан шығаруға болады. Минус шығарсақ, арк тангенс 1, ол бізде 45 градус, пи бөлінген 4. Қосылған 2 көбейтілген, түбірасына 2 бөлінген 2 синус үшін 45 градус, пи бөлінген 4. Соңғы кері тригонометрик функция арк синус минус болғасын, оның да таңбасын алдына шығаруға болады. Минус 3, 2-ден 1 синус үшін пи бөлінген 2, 90 градус. Пи бөлінген 6. Тең болады. Ұқсас мүшелерді бөліктейік. Не қысқартуға болады? 2-ін қысқартамыз 2, 2. Жалпы екеуі бір-біріне тең болғасын. Таңбалар айырмашылығы өзара рөлат. 3 пен 6-ны қысқартақ 2 қалады. Сонда минус пи бөлінген қысқартақ 2. Минус 90 градус бізде тек қана Е жауабында орналасқан. Өрнектің мәнін табыңыз. Косинус 54 градус көбейтілген косинус 9 градус қосылған синус 54 градус көбейтілген синус 9 градус. Мына есепті шығару үшін бізге косинус x көбейтілген косинус y қосылған синус x көбейтілген синус y деген формула қажет болса. Еске түсірсеңіздер, ол формула бізге косинус x минус y-ті береді. X пен y-тің орында бізде x-тің орында 54 градус, алынған y-тің орында 9 градус. Екеуінің айырмасы 45 градусты береді, ал косинус 45 градуста түбірасына 2 бөлінген 2-ден. Түбірасына 2 бөлінген 2 бізде F жауабында. Алайда, егер бөлшектің алымы және бөлімін қысқартсақ, түбірасына 2-ге. Онда бізде 1 бөлінген түбірасына 2 өрнегі де жауап болады. Ол да бізде G жауабында орналасқан. Демек, мына есептің дұрыс жауаптары F және G. Теңістіктер жүйесін қанағаттандыратын сандарды анықтаңыз. Сызықтық теңістіктер шығару үшін алдымен жақшаларды ашайық. Әрқайсысын бөлек-бөлек шығарайық. Біріншісі бізде 2x алынған 3, үлкен неместен 3x минус 3 плюс 1-ден. Сонда бізде x, оны жаққа жібереміз, кіші немесе тең минус 1-ден. Екінші теңістік жақшаны алшамыз 2x минус 10, үлкен x минус 3-ден, x үлкен болады, 10 алынған 3, 7-ден. Жүйеде 2 теңістік болғасын 2 сан өсін сызамыз. Бірінші сан өсінде минус 1 деген санды белгілейміз, бояймыз оны. Себебі теңістік қатаң емес. Минус 1-ден кіші сол жақ. Екінші теңістік шешімі бізде 7-ден үлкен санда шықты. Жүйенің шешімі осы 2 аралықтың қиылысуы болады. Берілген 2 аралық қиылыспағасын, демек, жүйенің шешімі жоқ. Жауабы H. Берілген өрнектің мәні қай аралықтарға тиісті?
Кестік, бұл жерде бізде дәреженің формулалары қажет болады. Бірінші формула дәреженің дәрежесі болған кезде дәреже көрсеткіштері бір-біріне көбейтіледі. 3-тен 2 мен 2-ден 3-тің көбейтісі 6-ны береді. Тең болады деп жазсақ, мына жерге тең болады. Сонда бізде 6-ның 1 дәрежесі 6-ның өзі болады. Қосылған 0,15 дегеніміз 2-ден 1. Минус 1 дәрежесі ал мен бөлімдерін орнын ауыстырамыз 2 шығады. Қосылған. Жақшаны ашайық. 0,125-тен Т1-ден 0,5 шығады. Дәл бірінші жақшадағыдай 0,5 ол бізде 2-ден 1. 2-ден 1-дің минус 2 дәрежесі 4-ті береді. Сыртында минус 1 дәрежесі. Тең болады. 6 мен 2-ның қосындысы 8. Қосылған. 2-ден 1-ді 4-ке бөлеміз 8-ден 1. 8-ден 1-дің кері бөлшегі 8. 2-ның қосындысы 16. Алайда бізге осы өрнектің мәні емес, осы мән орналасқан аралық табу керек. Көрейік. Минус 3 пен 5-дің арасында 16 сан жоқ. Минус 17 мен 10-ның арасында жоқ. 9 пен 12-ның арасында орналасқан. D аралығында жоқ. E аралығында бізде теріс. F аралығы ол да теріс. 11 мен 18-дің арасында 16 деген сан бар. H бізде теріс аралық. Демек 30-шы есептің жауабы С мен G.